Күн сайын миллиондаған адам энергетикалық сусын ішеді. Біреуі ұйқысын ашу үшін, енді бірі жұмысқа үлгеру үшін. Ал кейбірі спорт алдында күш береді деп сенеді. Бірақ сіз бір банка энергетикті ішкеннен кейін алғашқы 10 минутта ағзаңызда қандай өзгерістер басталатынын білесіз бе? Неліктен кейбір адамдар оны ішкеннен кейін жүрегі қатты соғып, мазасызданып, тіпті ауруханаға түсіп жатады. Ал расымен энергетикалық соншалықты зиян ба? Әлде бұл жай ғана миф пе? Бүгін біз энергетикалық сусындардың құрамын, олардың ағзаға қалай әсер ететінін және кімдерге ерекше қауіпті екенін ғылыми деректерге сүйене отырып қарастырамыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз, себебі соңында көптеген адам білмейтін маңызды мәліметтермен бөлісеміз. Алдымен энергетикалық сусын дегеніміз не? Энергетикалық сусын адамның сергектігін уақытша арттыруға арналған сусын. Оның мақсаты ұйқыны басып, зейінді уақытша күшейту және шаршағанды азайтқандай әсер беру. Көп адам энергетикті кофе сияқты сусын деп ойлайды, бірақ олардың арасында маңызды айырмашылық бар. Кофеде негізінен кофеин болады, ал энергетикалық сусындардың құрамында кофеиннен бөлек бірнеше стимулятор қатар кездеседі. Мысалы, таурин, гуарана сығындысы, женьшень, В тобының витаминдері және көп мөлшердегі қант немесе тәттілендіргіштер. Гуарана табиғи өсімдік болғанымен, оның құрамында кофеин бар. Сондықтан кейбір энергетиктердегі жалпы стимуляторлық әсер адам ойлағаннан әлдеқайда күшті болуы мүмкін. Көпшілік энергия береді деп ойлайды, бірақ шын мәнінде энергетик ағзаға жаңа энергия өндіріп бермейді. Ол тек жүйке жүйесін уақытша қоздырады, яғни миға сен шаршаған жоқсың деген белгі береді. Соның арқасында адам өзін біраз уақытқа сергек сезінеді. Бірақ бұл уақытша әсер ғана. Әсер басылғаннан кейін шаршау бұрынғыдан да күштірек сезілуі мүмкін. Сондықтан кейбір адамдар тағы бір банк энергетик ішкісі келеді. Осылайша әдетке айналу қаупі пайда болады. Тағы бір маңызды мәселе құрамындағы қант. Көптеген энергетикалық сусындардың бір банкесінде бірнеше шай қасығына тең қант болуы мүмкін. Бұл қандағы қант деңгейін тез көтереді. Адам өзін қуатты сезінеді, бірақ біраз уақыттан кейін қант деңгейі қайта төмендеп, әлсіздік, ұйқышылдық және қайтадан тәтті немесе энергетик ішуге деген құмарлық пайда болады. Қазір көптеген өндірушілер қантсыз энергетик деп шығара бастады, бірақ бұл оны толық қауіпсіз етеді деген сөз емес. Қант болмаса да, құрамындағы кофеин мен басқа стимуляторлар жүрек пен жүйке жүйесіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан энергетикалық сусынды жай ғана тәтті газдалған сусын деп қарастыру дұрыс емес. Ол ағзаға әсер ететін белсенді заттардың қоспасынан құралады. Ең қызығы, энергетикті ішкеннен кейін ағзада болатын өзгерістер бірнеше минуттың ішінде басталады. Энергетик ішкеннен кейін ағзада не болады? Енді ең қызықты сұраққа келсек, сіз бір банк энергетикті іштіңіз делік, ағзада не болады? Алғашқы 10-15 минут сусын асқазаннан сіңе бастайды. Көп ұзамай кофеин қанға өтеді. Шамамен 30-60 минут ішінде қандағы кофеин мөлшері ең жоғарғы деңгейге жетеді. Осы кезде жүрек жиі соғуы мүмкін. Кейбір адамдар өзін өте сергек сезінеді, ұйқысы қашады, зейін артқандай болады. Бірақ бәрінде бірдей әсер болмайды. Кейбір адамдарда керісінше мазасыздық пайда болады. Қолдары дірілдейді, ішкі қобалжу күшейеді, қан қысымы уақытша көтерілуі де мүмкін. Егер адам энергетикті аш қарынға ішсе, немесе қатарынан бірнеше банка ішсе, бұл әсерлер айқынырақ болуы ықтимал. Тағы бір маңызды нәрсе, кофеиннің әсері бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Сондықтан кешке ішілген энергетик түнгі ұйқының сапасын нашарлатады. Адам ұйықтадым деп ойлағанымен ұйқы терең болмауы мүмкін. Ал ұйқы дұрыс болмаса, келесі күні шаршау күшейеді. Сол себепті адам тағы энергетик ішеді. Осылайша тұйық шеңбер басталуы мүмкін. Жүрекке қалай әсер етеді?
Дәрігерлерді ең көп алаңдататын мәселелердің бірі энергетикалық сусындардың жүрекке әсері. Кофеин жүрек соғу жиілігін арттыруы мүмкін. Сонымен қатар қан қысымын уақытша көтеруі де мүмкін. Дені сау адамның көбінде бұл өзгерістер қысқа уақытқа ғана созылады. Бірақ жүрек ауруы бар адамдарда немесе ырғақ бұзылысына бейімділігі бар адамдарда қауіп жоғары болуы мүмкін. Кейбір адамдар энергетик ішкеннен кейін жүрегі атқақтап соғады, кеудесі қысылғандай болады, ауа жетпегендей сезінеді, басы айналады. Мұндай белгілер байқалса, оларды елемеуге болмайды. Әсіресе энергетикті алкогольмен араластыру өте қауіпті болуы мүмкін. Өйткені алкоголь адамның масайғанын сезінуін бәсеңдетуі мүмкін, ал кофеин керісінше сергектік сезімін береді. Соның салдарынан адам өз жағдайын дұрыс бағаламай, алкогольді шамадан тыс қолдануы ықтимал. Ми мен жүйке жүйесіне әсері. Көпшілік энергетикті дәл ми үшін ішеді. Оқу жеңілдейді, ұйқы қашады, жұмысқа күш береді. Қысқа уақытқа сергектік артуы мүмкін, бірақ оның екінші жағы да бар. Кофеин мөлшері жоғары болған сайын кейбір адамдарда мазасыздық, ашушаңдық, қолдың дірілдеуі, бас ауруы, ұйқысыздық байқалуы мүмкін. Егер мұндай сусындарды күн сайын ішетін адам кенеттен тоқтатса, кейбірінде кофеинге байланысты бас ауруы, ұйқышылдық немесе шаршау сияқты уақытша белгілер болуы мүмкін. Сондықтан маған энергетиксіз жұмыс істеу қиын деген адамдар аз емес. Бұл ағзаның сусынның өзіне емес, кофеиннің тұрақты әсеріне бейімделуімен байланысты болуы мүмкін. Ал энергетиктің орнына не ішкен дұрыс? Егер сіз күн сайын энергетик ішетін болсаңыз, өзіңізге мына сұрақты қойып көріңіз: маған шынымен энергетик керек пе, әлде мен жай ғана дұрыс демалмай жүрмін бе? Көп жағдайда басты мәселе ұйқының жетіспеуі. Түнде 5-6 сағат ұйықтап, таңертең энергетикпен сергігісі келетін адамдар өте көп. Бірақ ағзаға ең жақсы энергияны банкадағы сусын емес, сапалы ұйқы береді. Күніне 7-9 сағат ұйықтау сергектіктің ең тиімді жолдарының бірі. Сондай-ақ қарапайым су ішуді де ұмытпаңыз. Кейде адамның шаршауы сусызданумен байланысты болуы мүмкін. Теңгерімді тамақтану, тұрақты қозғалыс және таза ауада серуендеу де күні бойы сергек жүруге көмектеседі. Егер кофеин қажет болса, кей адамдар үшін қарапайым кофе немесе шай энергетикалық сусынға қарағанда тиімдірек әрі құрамын бақылау жеңілірек болуы мүмкін. Сонымен энергетикалық сусын зиян ба әлде пайдалы ма? Жауап бір сөзбен айтқанда оңай емес. Энергетикалық сусын қысқа уақытқа сергектік беруі мүмкін, бірақ ол ағзаны демалтпайды және табиғи энергия көзі емес. Кейбір адамдарда ол ешқандай айқын мәселе туғызбауы да мүмкін. Ал кейбір адамдарда жүрек қағуын жиілетеді, қан қысымының көтерілуіне, мазасыздық немесе ұйқының бұзылуы сияқты жағымсыз әсерлер байқалуы мүмкін. Әсіресе балаларға, жасөспірімдерге, жүкті әйелдерге және жүрек ауруы бар адамдарға энергетикалық сусыннан бас тартқан дұрыс. Ең бастысы, оны қауіпсіз әрі зиянсыз сусын деп қабылдамау. Егер сіз өзіңізді күн сайын шаршаңғы сезінсеңіз, мәселенің себебі көбіне энергетиктің жетіспеуі емес, ол ұйқының аздығы, дұрыс тамақтанбау, күйзеліс немесе денсаулықтағы басқа мәселелер болуы мүмкін. Сондықтан сергектіктің ең сенімді жолы ағзаңызды тыңдау, жеткілікті ұйықтаңыз, дұрыс тамақтаныңыз. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, пікірге жаза кетіңіз. Сондай-ақ бұл ақпаратты достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеоларда денсаулыққа қатысты тағы да маңызды тақырыптарды бірге талқылаймыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.